Әлемде фильмдер өте көп әлемде фильмдер. Әрқайсысы әртүрлі тематикада, әртүрлі тақырыптарда, әртүрлі идеялармен бірге түсірілген фильмдер өте көп. Және де фильмдер адамның өмірін, адамның қызығушылығын, адамның қандай да бір менталитетін өзгертуі әбден мүмкін. Мен кеше бір фильмға бардым, дәл сол фильм арқылы физикаға деген бір кішкене болсын қызығушылығым ашылды. Кішкене болсын физикаға қызығушылығым артылды. Негізінде физика маған, честно айтайын, физика маған ұнамайтын сабақ еді физика. Бірақ дәл осы фильмнен кейін кішкене болсын сол физиканы зерттеуге ниетім ашылды. Өзім бір қатты қуана бастадым. Енді кеттік, дәл осы фильм жөнінде бүгін айтатын боламыз, бірақ айтпас бұрын, егер де дәл осындай сабақ бойынша мынандай фильмға байланыстырып шығаршы десең, онда міндетті түрде лайк басып кет, комментарий жазып кет, каналға тіркеліп кет. Бұл жерде болашақ мұғалімнің блогы, болашақ мұғалімнің арнасы. Кеттік. Сонымен, мен кеше фильмға бардым. Бұл фильм өте көп танылып жатыр. Именно данный моментте Барби. Бірінші орында Барби. Ең көп сатылған. Мен Барбиді көрмеген. Барби қалай екенін білмеймін. Бірақ бірінші орында сатылым бойынша Барби. Бұл фильм қандай орында екені шынымды айтсам, қателесіп тұрған шығармын. Қателеспесем, екінші орын бұл жерде 500 миллион евро ма сондай бірдеңе сатылды. Бірақ мен кешегі барған киноға, сол киноға 500 миллион сатылған киноға барған кезде бұл жерде залда адамдар аз болды. Қызығы. Мен негізінде көп болады деп ойлағам. Жарайды, кет. Сонымен бастайық. Бұл фильмнің аты 3, 2, 1 Оппенгеймер. Оппенгеймер ол атом бомбасын создать еткен адам. Бұл екінші дүниежүзілік соғыс кезінде атом бомбасын создать еткен адам. Және де бұл жерде тарихпен байланыстыра отырып, ол қалай создать етті. Оның өмірінде ол жай ғана қалай создать еткенімен, жалпы оның болашағында, оның осы басында өмір қалай болып жатқандығын көрсететін фильм. Бүкілін қалай басталды, оның студенттік кезі, ол қалай создать етті, ол Эйнштейнмен қалай кездесті, осының барлығын зерттейді. Содан кейін алады да, жаңағындай Эйнштейнға не дегені, қалай ойлап тапқаны, қалай генералға барғаны, түрлі қиыншылықпен өткіздіріп келе, ең соңында фильмнің жаңағындай атылуы осылай керемет болған еді. Бум! Фильм 3 сағат болды. 3 сағат. Мен бірінші рет фильмға өзім жалғыз барып тұрмын. Бірінші рет. Бұрында туыстармен бардым, достармен бардым, басқалармен бардым, бірақ бірінші рет мен өзім жалғыз барып тұрмын. Негізінде, білмеймін, өзім жалғыз барғаннан кейін ба, кішкене сөйлесуге, кішкене ой қорытуға, чувствоны айтуға адам керек қой, иә. Бұл жерде мен өзім жалғыз бардым, 3 сағаттан кейін мен шықтым. 3 сағат бойы көзім ауырып кетті, мойным ауырып кетті. Шықтым, шок алдым. Мен кәдімгідей шок алдым фильмнен. Түсінбедім. О май гад. Не болды? Не болып кетті? Маған түсіну қиын болды. Мен негізінде өзімнің бір мұғаліміме айтқан едім, мен барасыз ба дедім, чтобы ол мұғалім енді тарихты жақсы біледі да, сондықтан да сол мұғалімді шақырған едім, бірақ ол мұғалім бармады. Сол мұғаліммен барған кезде мен более-менее мысалға түсінетін бедім. Ал мына жерде мен мүлде түсінбедім. Не болып кетті, қалай болды, не болды. Бірақ маған фильм чувствосы ұнады. Мен екінші рет ол фильмді қарай алмаймын. 3 сағат бойы мен 3 сағат фильмді мен қарай алмаймын. Екінші рет ол фильмді қарай алмаймын, бірақ бірінші чувствоға, и тем более кинотеатрға барып көргендіктен мен обязательно айтайын. Егер де сен физикаға жақын болғың келсе, егер де сен тарихты тағы да қарағың келсе, онда бұл фильмға бар, бірақ кинотеатрдан барған дұрыс. Телефоннан қарап, бір неден қарап, слифтардан қарасаң, ол фильм жақпай қалады саған. Лучше жаңағындай. Өйткені ол жердегі тағы да бір Кристофер Нолан деген, яғни режиссердің тағы да бір бұл жердегі плюсы, оның фишкасы бұл жерде звуктарды қосқаны. Яғни мысалға атомный бомбаны жарған кезде ол жерде
қалай бір стоп қалды. Короче, дауыс естілмеді. Мен өзім телефонға түсіріп отырдым, өзіме ұнайтын моменттер. Өйткені мен тиктоктан көрдім, мен тиктоктан алдын ала, мен просто өзім фильмді көрмесін де мен тиктоктағы видеоларды қарап, маған өте қатты қызықты болды ол. Одан кейін мен жаңағында атомный бомба атылған кезде видеоға түсіріп отырмын ғой. И осылай бір кезде атылады, барлығы анандай звуктың барлығы өшіп қалады, дыбыс қана шығады, жаңағындай адамдардың, актерлардың дыбысы. деп демалатын кәдімгідей дыбыс, анандай интуитивно болады ғой. Осылай сен бір қатты моментті бірден күтесің, соның дыбысы естіледі ғой. И бір кезде бум дейді, сразу бүкіл міне қозғалып кетті, бүкіл қолың кәдімгідей дірілдеп кетеді. Одан кейін жаңағындай сөз беріп отырған кезде, ол кәдімгідей мысалы айтып отырған кезде тоже бүкілі жаңағындай дейді, и деп осылай кәдімгідей звук. Маған тағы да бір ұнағаны, бұл жердегі мессендждің тағы да бір ұнағаны, бұл жерде жаңа OpenGamer атомный бомбаны создать етті ғой. Атомный бомбаны создать еткеннен кейін ол жоқ, Рузвельтпен емес, ол Труманмен кездесті. ақш президенті Труман. Қателеспесем. Барыңыздар, қараңыздар, өздеріңіз нақты жауабын айтыңыздар. Труманмен кездесті. Сол кездескенде ол айтады, мен өзінің қолында қан тұрғанын сезіп тұрмын дейді. Мен өз қолымда қан тұрғанын сезіп тұрмын дейді. Осы сөз маған қатты ұнап қалды. Одан кейін тағы да бір сөздер болды, тағы да бір-екі эпизод болды, өзі қатты өкінген. Мына жер болды. Сөз айтып отырды, яғни атомный бомбаны жарғаннан кейін ол барлығы красава, OpenGamer, отец атомной бомбы. Өйткені Америка уже жеңіп тұр, как бы соғыс соның арқасында бітті деп тұр. Және де біткен кезде, сол сөз сөйлеген кезде барлығы қуанып тұр. И кішкене алда жүрген кезде ол уже негізінде болған жоқ, бірақ ол уже миына кетіп қалғанда осындай нәрселер. Ол қатты өкінеді, ол аяғын мынандай жүрген кезде аяғын басқан кезде аяғында бір қара торы бірдеңе болған сияқты болды. Датауы солай миына кіріп кеткен де жаңағы OpenGamer'дің. Далаға шығады, тоже бір адам қысып отыр, и бұның барлығына ол өзін кінәлап жатыр. Тағы да бір сөз бар, я сам смерть, я разрушитель миров. Ол стена енді кішкене басқашалы бір стена, плюс тағы бір стена. Спойлер болмасын, кішкене спойлер болады. Бәрібір. Эйнштейнмен кездеседі. Басында негізінде Эйнштейнмен кездескен кезде оның жанында бір адам болады, тағы да бір артынан бара жатқан. Сосын айтады, Эйнштейн осылай қарамай кетіп бара жатады. Типа, ол айтады, неге Эйнштейнға не айтты сен дейді. Ол айтты, жай айттым. Саған, скорее всего, бұған жағаласының керегі жоқ. Он манипулировать етіп жатыр да, OpenGamer. Бірақ ең соңында сол бүкіл фильм 2 сағат бір 55 минут өткеннен кейін ғана барып, Эйнштейнға барғанын толығырақ сол жерде сценаны көрсетеді. Яғни айтады, мен есіңде ма, сен бір нейрондар туралы айтқан едің ғой. Осы бүкіл әлемді уничтоживать етіп жіберетін деп. OpenGamer Эйнштейнға айтады. Сол кезде Эйнштейн, есімде не болды дейді. Мен соны жасайын деп отыр. Мен соны жасадым дейді. Жасайын жатқан жоқ, мен соны жасадым дейді. И этот момент прям сердце. Одан кейін, сол жасадым дегеннен кейін, бүкіл жаңағы қалай болды атомный бомбаның бүкіл жаңағында кетеді, яғни бұлттар осылай дейді. Жер шарды, жер планетасы осылай қызық нелерге толады. И тағы бір именно физиктарға арнап отыр, өйткені мына бір физикаға байланысты ғой, осы бір кино, видео, жалпы тек қана физикаға емес, бұл жерде тарих бар, әрине басқа да сабақтар бар. Бірақ басында фильм 3 сағат болады, сол 3 сағаттың ең басындағы жарты сағатында жаңағы студенттік кезде алған кезде осылай әдемі монтаждармен шок болдым просто. Монтаждармен жаңағы
әдемі физиканы есептерін осылай шығарады. Сондықтан да бұл фильм міндетті түрде тұрарлықтай барып көрулеріңізге. Именно қазір барыңыздар, кинотеатрдан алып тастамағанша дейін тез барып үлгергендеріңіз дұрыс бар. Неге екенін видеода айтқан болатынмын. Ендеше келесі видеоларда кездескенше.